Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін орам жапырақтан голубцы жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Тек қана бұрыштан емес, капустадан, яғни орам жапырақтан жасаса да өте дәмді болып шығады. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Мен үнемі отбасыма жасап қуантамын. Сіздер де қуантыңыздар. Видеоның соңына дейін қарап тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен капустамызды, яғни орам жапырағымызды қайнап тұрған суға саламыз. Бетін жауып қоямыз. Қайнағанын күтеміз 10-15 минут. Енді қайнады, бетін ашып қазір көретін боламыз. Әлі барлығы толық жаңағы солып қалу керек. Біздің орам жапырағымыз әлі толық солмаған сияқты, сырты ғана солып, қазір енді тек аударып қана қоя саламыз. Осылай арғы бетін аударып, сырты ашылып жатыр, көріп тұрғандарыңыздай, толық жаңағыдай солып ажыратуын күтеміз. Осы ортада біз шегілген етімізге пиязымызды шегіп аламыз және күрішімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Дәміне қарай өздеріңіздің қалауларыңызша тұз, бұрыш немесе паприка сепсеңіздер болады. Міне біздің орам жапырағымыз дайын болған сияқты, өйткені орталарын бәрі ажырап, көріп тұрғандарыңыздай бір-бірлеп өзі түсіп жатыр. Өздеріңіздің орам жапырақтарыңызға қарап, жаңағы аударып тұрсаңыздар болады. Міне осылай бәрін бір-бірлеп сүзіп аламыз. Қалған бөлігін қайтадан 1-2 минутқа бетін жауып қойып қоямын. Енді кезекте орам жапырағымызды алып, өзегін ғана кішкене ғана кесіп аламыз, өйткені ол жері қатты болуы мүмкін. Егер өзегі міндетті түрде кесілмесе, оралуы қиындау болып қалады, сондықтан өзегін алып тастау қажет. Екі жағын ғана қайырып және рулет қысап орайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, мен екі шетін осылай ғана орадым. Қатты ұстап қалған сияқтымын, өйткені орам жапырағым тым жұмсақ болып тұр. Менде сіздер қарайсыздар, тым қатты, тым жұмсақ болып кетуі де болмауы қажет. Сондықтан орам жапырақтың жұмсақ қаттылығына қарайсыздар қайнап жатқан уақытында. Осылай бәрін салып шығамыз, орап. Ал енді кезекте табамызды қыздырып аламыз. Кішкене ғана май құйып, менде осындай оливковое масло, яғни зәйтүн майы бар. Сіздер өздеріңіздің үйде қандай май бар, сұйық май, соны қолдансаңыздар болады. Зәйтүн майын кішкене ғана құямын. Туралған бір пиязымызды осылай турап аламыз, жақсылап қуырып, үстіне томатный паста, яғни томат салсаңыз болады, немесе менде жаздың күні арнайы дайындап қойған томатым бар. Осы томатымды салдым. Сіздер дүкеннің томаттарын қосып, осылай жақсылап араластырып, қызартып аламыз. Пиязымыз солып, кішкене пішіні өзгерткенше қуырып аламыз 5-10 минуттай. Сіздер де өзіңіздің газдарыңыздың астына қарайсыздар. Менде барынша тұр, өйткені менде плита. Егер газ болса, 2-3 минут қана қуырып, су құятын боламыз. Пиязымызды қуырып алғаннан соң
300 мл су құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан соң тұзын салып, кішкене ғана қайнағанын күтеміз. Қазанымыз бұрқылдап қайнау қажет. Қайнаған уақытында біздің жаңағы дайын болған голубцыйымызды саламыз. Салып болғаннан соң бетін жауып 20 минутқа баяу отта бұқтырамыз. Міне менің голубцыйым дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Іші толықтай пісіп шығады. Қазір мен сіздерге кесіп көрсететін боламын. Жанына осылай көкөніспен әсемдеп қойдым. Егер сіздер қаласаңыздар, қасына картоп пюресін салып қойсаңыздар болады. Дастарханға тартсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығуына сенімдімін. Егер рецепт сіздерге ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сіздерден бір өтініш, қоңырауша белгіні басып қойыңызды өтінемін. Сіздермен болған мен Жанар, ас болсын. Келесі видеоны көру үшін келесі сілтемені басуыңызды өтінемін.